Шабыт қаламгерлер клубы. Сүйе біл. Бұл кітапта адамдар арасындағы рухани көпір, өмірдің ұйытқысы, адамдарды жақындастыратын, достықты нығайтатын, мызғымас бірлік орнататын, тіршіліктің сәні мен мәнін келтіретін, жарық дүниеде барша кедергі мен кесапатты жеңетін ұлық сезім, сүйіспеншілік жайлы баяндалады. Отанды, отбасыны, ата-ананы, табиғатты сүю, сүйіспеншіліктің 5 тілі секілді тақырыптар сөз болады. Сүйіспеншілік. Таңғы самал. Қандай керемет. Бетіңді аймалай өпкенде бейне бір ананың аялы алақанындай. Самал желмен тербелген ағаштар тамсана билеп тұрған тәрізді. Көк шалғын арасынан әлсін-әлсін шегірткені шығады. Ол да менімен бірге арайлап атқан ақ таңды күтіп отыр ма екен? Құстар ән салуда. Дауыстар қандай ғажап. Әр жақтан әтеш, оян адамзат, таң атып келеді деп жар салғандай. Аспанда жымыңдаған жұлдыздардың бірі де жоқ. Тек ай сұлбасы ғана. Күншығыстан қызыл арай шапағын төгіп, таң атып келеді. Шынымен де оянбаған адам ғана секілді. Жаныңды қуанышқа бөлейтін осынау сезімдерді басынан өткізу, жүрегіңде сүйіспеншілігі бар жанға ғана бұйырған ау сірә. Онсыз айналадағы жақын жандарды, дүниенің тылсым кереметтерін сезіну мүмкін емес. Сүйіспеншілік бұл адамдар арасындағы рухани көпір. Ол адамды жақындастырады, достықты нығайтады, мызғымас бірлік орнатады. Адамның дүниеге деген көзқарасын өзгертіп, сырт әлеммен жақсы қарым-қатынаста болуын қамтамасыз етеді. Мысалы, мына бір хикая сүйіспеншіліктің мәнін тереңінен аша түскендей. Үй иесі сыртқа шыққан сол еді. Бірде киінген 3 ақсақалды көреді. Бұлар құдайы қонақ болар деген ниетпен үшеуін де үйіне шақырады. Ақсақалдар өздерін дәулет, жетістік және сүйіспеншілік деп таныстырады. Бірақ олар үшеуміз бірге бір үйге кірмейміз, біреуімізді ғана шақыр дейді. Әлгі кісі дереу үйіне кіріп, әйелімен кеңеседі. Әйелі дәулетті шақырып, байлыққа кенелуді қалайды. Өзі болса жетістік шақырғысы келеді. Өйткені жетістіктен жетістікке жетудің өзі байлық емес пе деп ойлайды. Сол сәт ата-анасының әңгімесін тыңдап отырған қыздары өз ойларын айтады. Сүйіспеншілікті шақырсақ болмас па еді? Өздеріңіз ойлаңыздаршы, үйіміз бірден шаттық пен берекеге бөленіп кетер еді. Ақыры қыздарының айтқанына тоқтап, сүйіспеншілікті шақырады. Бірақ үйге сүйіспеншілікпен бірге қалған екеуі де кіреді. Бұған таң қалған үй иесі олардан себебін сұрады. Сонда олар, егер дәулет немесе жетістікті шақырғаныңызда, қалған екеуіміз сыртта күтер едік. Бірақ сіздер сүйіспеншілікті шақырдыңыздар, және біз қоса келдік. Өйткені сүйіспеншілік болған жерде байлық та жетістік те болады деп жауап береді. Сүйіспеншілік күшпен, зорлықпен орнамайды. Бұл жолмен оны жою да мүмкін емес. Сүйіспеншілік тіршіліктің сәні мен мәнін келтіретін нұр, әрі ең басты қуат көзі. Жарық дүниеде барша кедергі мен кесапатты жеңетін күште осы сүйіспеншілік. Сүйіспеншілікті адам шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап сезіп көре бастайды. Мейірімін төккен ата-анасының ыстық құшағында олардың аялы алақанын сезе жүріп өмірге төселеді. Есейе келе сүйіспеншілікті айналасынан көру-көрмеу екі талай. Сонда да адам өмір бойы оны іздеп, дауыл алдындағы шағаладай шар құрып өтер анық. Бар шағалам шынайы сүйіспеншіліктің жарқын көрінісі десек те артық емес. Шуағын төккен күн көзі және судың буға, одан бұлтқа айналуы, сонан соң жауын болып топыраққа нәр шашуы ғаламдағы сүйіспеншіліктің жарқын мысалдары емес пе? Масатыдай құлпырған сан алуан гүлдер көз жауын алатын әсемдігімен қараған жанын жадыратып, көңілін шалқытады. Жапырақ бетіндегі таңғышықтың күмістей мөлдіреген пәк бейнесінен сүйіспеншілікті қалай сезбессің? Ен даланы басына көтере, жамырай маңыраған қозылақтың берекелі де бейбіт, тірліктің бесігін тербеткен үнінен, құлақ құрышын қандыра сайрап,
жүрекке шаттық сыйлайтын құстардың әсем әнін, сүйіспеншіліктің әуезді әуенін тыңдау қандай ғанибет. Барша тіршілік ғаламдағы ғажайып сүйіспеншілікті құлақтан кіріп, бойдалар әсем ән мен тәтті күйге бөліп, жаратылыстың өзегі болған махаббат пен ғашықтықты жарыса жар салып жариялап жатқандай. Сондықтан адамның ең жанды, ең нәзік дүниесі сезім болса, сезімнің ең биік шыңы сүйіспеншілік. Ал сүйіспеншіліктің өлшемі ақыл-парасат. Ал ақыл-парасатсыз сүйіспеншілікті сезіну, ойлау қателік. Шынайы сүйіспеншілік жақсы көргенде көбеймейді, жамандық көргенде азаймайды. Демек, жақсы көрген адамың бір жақсылығы себепті оған деген сүйіспеншілігін көбейіп жатса, немесе жамандығы тиіп кеткен кезде оған деген сүйіспеншілігін азаятын болса, бұл сүйіспеншілік шынайы сүйіспеншілікке жатпайды. Сүйіспеншілікте жанкештілік қасиет басым. Мұнда өз жанын өзге үшін пида ететін ерлік қасиет бар. Яғни адам сүйіспеншілікке мойынсұнған шақта өзінен гөрі өзгені жоғары санап, басқаны қадір тұту идеясына беріледі. Бұл дегеніміз менмендікті ауыздықтай білу, өзімшілдіктен арылу. Мұнда жеке бастың мүддесі жоқ. Ендеше сүйіспеншілік қандай да бір пайда табу үшін жасалмайды. Сүйіспеншіліктің ауқымы өте кең. Жақсы көру, ұнату және қалау барлығы да сүйіспеншіліктен бастау алады. Мысалы, адамдарды жақсы көреміз. Анамызды, әкемізді, бауырымызды, ұлымызды, қызымызды, досымызды, тағы басқа. Табиғатты жақсы көреміз. Гүлдерді, ағаштарды, тауларды, өзендерді, жұлдыздарды, ай мен күнді, тағы басқа. Құстар мен жануарларды жақсы көреміз. Итті, мысықты, аққуды, көгершінді, тағы басқа. Заттарды жақсы көреміз. Машинаны, үйді, дүние мүлікті, ақшаны, тағы басқа. Жалпы алғанда бізді қоршаған әлемнің әрбір жаратылысын жақсы көреміз. Көңіл көтеруді жақсы көруіміз саяхатқа шыққанды, аң аулағанды, ән айтқанды және тағылар. Алайда көңілді құлазытатын кез келген нәрсені ұнату сүйіспеншілікке жатпайды. Өйткені жоғарыда айтылған сүйіспеншілікте менмендік қасиеті жоқ болуы тиіс. Егер адам жаны қалаған бір нәрседе оның бас пайдасы, мүддесі, нәпсісі, құмары көзделсе, онда ол сүйіспеншілік ауқымынан ауытқып кетеді. Адам өзінің жаны қалаған іспен шұғылданғанда ғана жан рахатын табады. Мысалы, мен осылай істегенді ұнатамын, содан кейін сөйттім, дейді. Бірақ әркім жаны қалағанын істей берсе не болмақ? Мұны сүйіспеншіліктің ауқымына қалай жатқыза аламыз? Біреу ішімдік ішкенді ұнатса, біреу темекі шеккенді және сол сияқты. Алайда қоғам бұл қылықтарды жақтырмайды. Тіпті кез келген дін негіздерін алатын болсаң, күнә деп санайды. Үйдің астан-кестенін шығарған ішкіштің әйелі момақан күйінде ұрыстан кейінгі шашылған дүниелерді реттестіріп жинайды. Мұны сүйгендігінен жасайды деп ойлайсыз ба? Психолог мамандар бұл жағдайды сүйіспеншіліктен емес, амалсыздықтың шарасы дейді. Әке-шеше баласының барлық айтқандарын орындап, оған жақсы көретіндіктерін білдіреді. Кейде одан бала ауырып та жатады. Отбасы дәрігері болса, мұндай әке-шешені жауапсыз ата-ана қатарына қосады. Өйткені олардың сүйіспеншілігі шектен шығып кеткен. Мұндай сүйіспеншілік көп жағдайда зиянын тигізеді. Демек, сүю деген осы екен деп шектен шығуға да болмайды. Өмірде кез келген мәселеде шектен шықпау керек. Тепе-теңдік табиғат заңы. Сондықтан сүйіспеншілікті таразылап, салмақтап, кең ауқымда ойлаған жөн. 8 ғасырда Ұлыбританиялық әйгілі суретші Уильям Холман Ханттың туындыларының біреуі Лондонның атақты академиясында қойылады. Әдемі бақ салынған суретке Хант әлемнің сәулесі деген ат берген екен. Суретте қараңғы түнде қолында шам ұстап тұрған ғұламаға ұқсайтын бір кісі салынған. Ол бос қолымен бір есікті қағып, зейін қойып іштен бір үн күтіп тұрғандай. Суретке үңіліп қараған бір сыншы Хантқа бұрылып, суретіңіз жап-жақсақ, бірақ мағынасын түсіне алар емеспін.
Қаққан есік ешқашан ашылмайтын сияқты ғой, есіктің тұтқасын салуды ұмытыпсыз, дейді. Сонда суретші Хант, негізі суреттегі ғұлама жай есікті қағып тұрған жоқ. Бақшадағы есік адамның жүрегі. Бұл болса тек ішінен ашылатын есік болғандықтан сыртқы жақтан ешбір тұтқаны керек етпейді деп жауап берген екен. Сол үшін де сүйіспеншіліктің мекені қашанда жүрек болмақ. Абай атамыз 17-ші қара сөзінде ақыл, қайрат, ғылымды жүрекке бағындырғандығы да сол үшін болар. Бүкіл ғаламға сыймаған сүйіспеншілік жұдырықтай ғана адамның жүрегіне ғана сыя білген. Тек сол жерде ғана орын тауып өзінің сүйіктісін іздейді. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев үміт үзбей іздейді олар, тынбай сол бір жақұтты. Оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты деп жырлаған екен.